Баршаңызға сәлем достар, сіздерге таңғы асқа өте үйлесімді бір жасағынан шығатын сырниктердің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Таза ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Осы орайда сіздерге айта кететін жайт достар, сүзбеңіз осындай құрғақ болғаны дұрыс, яғни өзінің суынан арылған сүзбе болғаны дұрыс. Егер де сүзбеңіз сулы болса, марляға өткізіп, суынан арылып алғаныңыз дұрыс болар. Келесі кезекте манкамызды саламыз. Қантты саламыз. Және де 2 жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Жақсылап езіп алдық достар, мінекей осындай болды. Келесі кезекте аздаған ұнға шетінен домалақтай отырып пішінге келтіреміз. Көлемін өздеріңіздің қалауыңыз бойынша үлкен немесе орта көлемде жасай бересіздер. Дөңгелектеп болғаннан кейін осындай дөңгелекше форма арқылы формасын келтіріп аласыздар. Немесе бокал, стакан қолдануға болады. Мендегі сырниктер достар орташа көлемде болды осындай. Мінекей достар, сырниктеріміз дайын. Келесі кезекте отты ақырын қойып, аздаған май құйып, сырниктерімізді салып, 2 жағын қызартып пісіреміз. Оттымыз ақырын отта тұру керек. 2 жағын аунатып, қызартып пісіреміз. Келесі кезекте формаға пергамент қағазын төсеп, сырниктерімізді пешке 15 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, сонымен біздің сырниктеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.